Истисхаб үкім шығару жолы араб тілінде тілдік мағынасы истисхабтың ол сөйлесу, сұхбаттасу, сұхбатты жалғастыру дегенді білдіреді. Ал фиқ іліміндегі үкімі, яғни анықтамасы, ол белгілі бір мәселе, белгілі бір жағдайдың бар екендігі мәлім болып, кейін ол өзгергендігіне қатысты күмән туындайтын болса, онда осы орайда оның нақты үкімі қандай екен анықтау жолын осы истисхаб арқылы біледі екенбіз. Истисхабқа қатысты мынадай бір қысқаша қосымша бір анықтамалар бар, қосымша бір түсініктемелер бар. Ол түсініктемелерге сүйенетін болсақ, ол жерде былай делінеді. Белгілі бір мәселеде бастапқыда ол бар екендігі мәлім болып, кейін ол жоқ болғандығына қатысты күмән туындайтын болса, онда истисхабқа сүйене отырып, әу баста бар болған нәрсенің сол күйінде қалғандығы, сол күйінде жалғасып жатқандығына қатысты шешім қабылданады. Тура солай керісінше, әу баста белгілі бір мәселеге қатысты оның жоқ болғандығы мәлім болып, кейін оның пайда болғандығы немесе пайда болмағандығына қатысты күмән туындайтын болса, онда әу бастағы оның жоқ екендігіне назарға ала отырып, оның жоқ екендігіне қатысты үкім шығарылады. Міне, истисхабқа қатысты тағы да түсініктірек болу үшін біз мысал келтіріп өтсек. Бірінші мысалда екі сатушының арасындағы жағдайды көрейік. Сатып алушы сатушыға келіп, белгілі бір затты алғаннан кейін, ол затта айыбы бар екен, кемшілігі бар екен деп сатушыға қайтадан келетін болса, онда ол заттың кемшілігі бар екендігін дәлелдеу керек. Егер әу баста сау болған заттың кемшілігі бар екендігін сатып алушы дәлелдей алмаса, онда ол зат дұрыс, бүтін болғандығына қатысты үкім шығарылады. Және келесі бір мысалда екі сатушы мен сатып алушының арасындағы жағдай болды. Ол жерде сатып алушы жыртқыш жануарды, аң аулайтын жыртқыш жануарды сатып алатын болса, кейін ол сатып алған ит немесе жаңағы тазы сияқты, бүркіт сияқты, құс, ит сияқты жануарды сатып алып, бірақ ол жыртқыш болып шықпаса, аң ауламайтын болса, онда ол сатушыға ол жануарды қайтарып беруге құқығы бар. Және егер сатушы ол жануардың шынымен жыртқыш екеніне, яғни шынымен аң аулайтын екендігін ол дәлелдей алмаса, онда айып сатушыдан, сатып алушыдан емес. Міне, құрметті бауырлар, құрметті жамағат, осы истисхабтың ішінде тағы да бір түсініктеме айтып өтейік. Мәселен, бір адам қарыз болып қалды. Қарыз алды делік. Кейін оның қарыз қайтаратын уақыты келген кезде, егер ол қарызын қайтарғандығы мәлім болса, ол нақты белгілі болатын болса, ал бірақ қарыз беруші талап ететін болса, қарызын берсін деп, онда алғашқы үкім алынады. Яғни алғашқы үкім ана кісі қарызды қайтарғандығы жайында. Ал егер қарыз беруші ешқандай дәлел келтіре алмаса, онда айып қарыз беруші де, қарыз алушы да емес. Керісінше, егер қарыз алушы қарызды алып, бірақ қайтарғандығы туралы ешқандай бір дәлел келтіре алмаса, онда кемшілік айып қарыз қайтарушыда екен. Міне, истисхаб үкімі осылай шығарылады. Истисхаб шешімі осындай жолмен жасалынады. Құрметті жамағат, белгілі бір дінімізде халал, харам деген үкімдер бар. Белгілі бір заттың, белгілі бір жағдайдың арам немесе адал екендігіне қатысты нақты үкім бар болатын болса, оған қатысты керісінше айғақтың нақты дәлелдің шықпайынша, оның алғашқы үкімі назарға алынады екен. Яғни, бір заттың халал екенді белгілі болып, бірақ оған қатысты мынау харам деген нақты үкім шықпайынша, ол зат немесе ол мәселе адал күйінде қалады. Және тағы бір қосып өтетін мәселе, бұл жерде мынау судың таза және таза емес түрлері бар шариғатта. Егер таза судың ластанғандығына қатысты бір күмән туындайтын болса,
және оның ластанғандығы туралы нақты дәлел келтірмейінше, оның алғашқы үкімі судың таза екендігі назарға алынып, сондай шешім қабылданады. Истисхаб шешім шығару жолы осындай жасалынады.